Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ми минор тональдігіне арналады. Құрметті оқушылар, алдыңғы сабақтарды еске алатын болсақ, біз әр тональдікке байланысты осылай 5 пунктіден тұратын ережеге тоқталамыз, талдаймыз, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Одан кейін міндетті түрде сол тональдікке арналған гамманы айтамыз, яғни синтезатордың көмегімен дыбыстап, және тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа шешеміз. Олай болса, сол жақ тақтаға назар аударайық, құрметті оқушылар. Ереже бойынша 5 пункті бойынша талдау жұмыстарын жүргізейік. Бірінші, ми минор сазына жатады. Ағаймен бірге қайталап айтып отырыңыздар оқушылар. Келесі екіншісі, ми минордың тоникасы қандай нота болады екен? Дұрыс айтасыздар, ми нотасы болады. Әрі қарай, ми минордың кілттік белгісі фа диез. Міне, алдыңғы соль мажорда тоже фа диез болған еді, я? Әрі қарай, ми минордың тұрақты дыбыстары ми, соль, си. Бірінші біз тұрақты дыбыстарды, тұрақты сатыларды еске алайық. Қандай сатылар екен? Тұрақты сатылар бірінші саты, үшінші саты және бесінші саты. Яғни ол ми минор тональдігінде ми нотасы, үшінші саты соль және бесінші саты си нотасы болады екен сонда. Тамаша. Және соңғы 5-ші пункт ми минор соль мажорға параллель. Алдыңғы тақырыпта бізде керісінше соль мажор ми минорға параллель болған, ал бұл жағдайда ми минор соль мажорға параллель болып тұр. Яғни бұл 5 пункті бойынша ереже сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай назарымызды екінші тақтаға аударайық. Бұл жерде ми минордың гаммасын мен сіздерге құрастырып жазып қойдым алдын ала, және одан бөлек тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа бағыт арқылы қалай шешу керек, соны көрсетіп, жазып, айқындап сіздерге құрастырып қойдым. Енді бірінші ми минор гаммасын төменнен жоғары қарай, жоғарыдан төменге қарай мына синтезатордың көмегімен оқушылар сіздермен бірге айтайық. Оқушылар міндетті түрде ағаймен бірге айтып отырыңыздар. Бастаймыз. И, ми, фа, диез, соль, ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля, соль, фа, диез, ми. Тамаша. Енді тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа шейік. Фа, диез, ми, ля, соль, до, си, ре, ми. Тамаша. Енді тағы да гамманы және тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа шешілуін бірге тағы да айтайық, құрметті оқушылар. Ми, фа, диез, соль, ля, си, до, ре, ми, ре, до, си, ля, соль, фа, диез, ми. Тамаша. Тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа шешеміз. Фа, диез, ми, ля, соль, до, си, ре, ми. Егер сатылармен болатын болса, 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7, 1. Тамаша. Одан бөлек өздеріңіз көріп тұрсыздар, құрметті оқушылар, мен сіздерге астында екінші жолға тоникасын бөлек жазып көрсеттім. Міне, ми минордың тоникасы ми нотасы екен. Тұрақты дыбыстары ми, соль, си және тұрақсыз дыбыстарын тағы да бір тактіге фа, диез, ля, до, ре сіздерге айқындап жазып көрсетіп қойдым. Және одан бөлек өздеріңіз көріп тұрсыздар, міндетті түрде гамманы құрастырғанда тұрақты, тұрақсыз басқыштарды айқындап көрсетеміз. Яғни тұрақты дыбыстардың үшін біз боямаймыз, ал тұрақсыз дыбыстардың үшін бояп, айқындап көрсетеміз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын, құрметті оқушылар. Сіздерге үйге тапсырма, мына тақтада жазылған барлық мәліметтерді дәптерлеріңізге міндетті түрде көшіріп алу керексіздер. Яғни ережені көшіріп аласыздар, гаммасын көшіріп аласыздар және тоника тұрақты сатыларды
тақтада қалай әдемілеп жазылып тұр, тура солай нота дәптерлеріңізге көшіріп аласыздар. Ол бірінші тапсырма. Екінші тапсырмаларыңыз міндетті түрде мынау ережені жаттап алу керексіздер. Және үшінші тапсырмаларыңыз ми минор гаммасын төменнен жоғары қарай, жоғарыдан төменге қарай міндетті түрде видео сабаққа қарау арқылы айтасыздар әндетіп, және тұрақсыз дыбыстарды тұрақты дыбысқа шешілуін тоже әндетіп, осылай видео сабаққа қарау арқылы айтасыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.